ажал деп тұтқиылдан басталады, шырқыратып жаныңды суырғандай, жалынғанмен жүзден кеш болады, аяқ асты болып қалар осы күні, асқақтаған арманда асқаралы, дүние жиған алтын бар ақшаларын жалғыз сүйер именмен пәс болады дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұлардың мәселе не? Бұдан асқан қорлық жоқ хақтарынан көрсетпесін бізге осы масқараны. Масқара деген не? Масқара деген бізді дінді мойындамау. Дін деген тек қана таңертең кешке дейін құлап намазға жығыла беру емес қой. Дін деген қазақ айтады, дінді білмеген дымды білмейді дейді. Діннің атынан әнші де сөйлеп кетті, діннің атынан көшедегі адам да сөйлеп кетті. Қазақтың бір ауыз сөзі бар: дін ұстай алсаң қасиетін, ұстай алмасаң қасіретің дейді. Дін ойыншық емес. Дін ұстаның заты емес, ұнамаса өзіне қайтып берер дейді. Аллаға шүкір, әкелеріміз көріп отырмыз, әжелеріміз көріп отырмыз. Әжелеріміз қуанып отырмыз. Орамал тағуының өзі, мына кісілердің орамал тағуының өзі бір ғибрат қой. Ғибрат. Мынадай кісілер жоқ. Осы кісілермен тамақтасып болғанмен міне дастарханда жүріп, Құдайға сан шүкіршілік етемін. Мұндай кісілер жоқ. Қазір бір тойға бар, 70-тегі кемпір шалбар киіп алып, басына орамал жоқ, тегенге билеп жүр. Мысалға келгенде, ақиқаты осы. Сондықтан әжелерімізге Алла қуат берсін. Осындай әжелеріміз аман болса, иншалла, осы кісілердің батасын алып қалып, бізге қазір кетіп бара жатқан міндетті бұл кісінің батасын алып кетемін. Аллаға шүкір, Алла тәуба, анамызға да өмір жасы ұзақ болсын. Мынадай